Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Алтай Сейдірлі Көлгіновке жолданады. Құрметті Алтай Сейдірлі, біріншіден менің сіздерге жолдап отырған сауалымның артында Қазақстан Республикасының ондаған мың мәдениет саласының қызметкерлері тұр. Екіншіден, бұл Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасына еніп, халыққа берген уәдесі. Мемлекетіміздің идеологиясын дұрыс жүргізуде және отанымызды алыс жақын шетелдерге таныстыруда мәдениеттің атқарып жатқан жұмысы аз емес. Республикамыз бойынша елеулі еңбек етіп жатқан 56 театр, 20 филармония, 267 мұражай, 3891 кітапхана бар. Ол аз десеңіз Қазақстан бойынша қаншама архив, мәдениет үйлері және тағы сол сияқты бірнеше өнер ұжымдары бар. Ғабит Мүсіреп адам өнерді қаншалықты жақсы көрсе, соншалықты қорғауға міндетті деген насихат сөз айтқан. Өкінішке орай, біз бүгінгі күнде мемлекеттің айнасы болып отырған мәдениет қызметкерлерін мүлдем ескерусіз қалдырудамыз. Мәдениет саласының қызметкерлері дегеніміз тек қана сахнада өнер көрсететін тұлғалар емес, солардың жағдайын жасап отырған сахна сыртындағы еңбек адамдары. Олар мемлекетіне шынайы махаббатпен қарап, мәдениетке бар ықыласымен қызмет ететін сахна техниктері, костюмерлер, гримерлер, жарық түсірушілер, дыбыстаушылар деген сияқты мыңдаған адамдар. Жанға бататын бір жайт, бұл аталған қызметкерлер әлі күнге дейін санаты жоғарылап, жалақысы өсіп жатқан ұстаздар, дәрігерлер сияқты мамандар қатарынан да орын алған жоқ. Қазіргі таңда қай мекемен алсаңыз да, мәдениет саласының қызметкерлерінің жалақысы 60 мың теңгеден басталып, 100 мың теңгеге жетер-жетпес межеден асалмай тұр. Еңбек ақысының төмендігі білікті мамандардың жұмыстан өз еркімен кетіп, мәдениет ошақтарының жұмысын тұралатуға әкеліп соғады. Құрметті Алтай Сейдірұлы, осы орайда мен Қазақстан Республикасы үкіметінің азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу жүйесі туралы 2015 жылғы 31 желтоқсандағы нөмір 1193 қаулысының қосымшасына мәдениет, архив және кітапхана қызметкерлерінің коэффициенттерін өзгертіп, жалақыларын өсірулерін сұраймын. Құрметті Алтай Сейдірлі, сіз әлеуметтік мәдени даму комитетінің отырысында бірлесіп жұмыс жасауға уәде берген едіңіз. Және қайта жасақталған министрлер кабинеті Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасын толықтай іске асыруға еңбектенетінін хабарлағансыз. Сол себепті менің сауалым оң шешімін табады деп сенемін. Жоғарыда баяндалғанның негізінде Қазақстан Республикасының парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 27 бабына сәйкес депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзімдерде жазбаша түрде жауап беруін сұраймын. Құрметпен депутат Заитов, Аманат фракциясы.